зейін қойып тыңдайтын болсаң, кез келген нәрсені есіңізде сақтап аласыз. Қайталау деген қандай еді жаңағы? Білімнің анасы. Солай ма? Міне, есте сақтау қабілетті бізді дамытатын, біз бағана қандай әдіс айттым сіздерге? Помидор әдісі. Помидор әдісін. Біз мұны үйге бараса бірден қолданамыз. Қазір мен сізге тапсырма бердім ғой, келесі беттегі тапсырма өте ұзақ тапсырма, оның барын барып бірден шығарып тастамайсыз. Не істейміз оны барып? 25 минут шығарамыз есепті, потом 5 минут не жасаймыз? Перерыв жасаймыз. Түсінікті ма? Қайтадан 25 минут шығарамыз есепті, қайтадан 5 минут не жасаймыз? Перерыв жасаймыз, демалыс жасаймыз. Мына 5 минутта өз еркіңіз, су ішесіз ба, жатақханаға барасыз ба, спортқа қарайсыз ба? Главный, мына нәрсеге фокус қоямыз. Сіз мына нәрсені міндетті түрде орындауыңыз керек. Будильникке қойып қойыңыздар соны. Түсінікті ма? 25 минутке қойыңыз будильникке. Мен тек қана осылай жасаймын қазір деп. Міне осылай күнде үй жұмысына берген тапсырманы осылай орындайтын болсаңыз, сіздің неңіз дамиды. Есте сақтау қабілетіңіз дамиды. Ана ақпараттың барлығын жадыңызда ұзақ сақтайтын боласыз. Түсінікті ғой, Давайте келесі сабақ тексеремін, бірақ барлықтарыңыз. Түсінікті ма?